Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Ақнұр. Бүгін сіздермен кестелі құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жасалу жолы өте қарапайым қыздар. Ең әуелі 2 жұмыртқа, оның үстіне қант, шым тұз бен пищевой соданы салып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз еруі керек. Барлық заттарымыз бөлме температурасында болуы қажет. Жемішке майымызды құямыз. Жылы сүт. Жақсылап араластырып аламыз. Және де қайнаған жылы су болуы керек. Барлығын жақсылап араластырамыз. Миксердің көмегімен немесе араластырғыштың көмегімен араластырсаңыздар болады. Еліктен өткізілген ұнымызды бірден салмаймыз, жай-жайдан салып отырып араластырамыз. Бізде қатты сұйық емес, және де қатты қою емес, қамыр дайын болуы керек. Егер де қамырыңыз қатты қою болып кетсе, жылы су немесе сүт қосып араластырып дайындасаңыздар болады. Алдын ала отты қатты қыздырып қойып, тапамызды қыздырып аламыз. Сол кезде бізде кестелі құймақтар пайда болады. Осылай бір-бірдеп жай-жай құя отырып, қамырымызды екі жағын бірдей етіп қызартып, құймақтарымызды пісіреміз. Құймақтарымыздың түрі әдемі болып шығу үшін кішкене күркума немесе кондитерлік сары бояу қосып жүрсеңіздер болады. Әркімнің өзінің талғамына қарай. Мен кішкене кондитерлік сары бояу қостым. Қыздар, бізде өте дәмді әрі жұмсақ, тез дайындалатын құймақтар дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге рецептім ұнады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, осы видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, комментарий жазып лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет.